Бесінші дәріс сыртқы лингвистиканың әдістері мен тәсілдері. Дәрісте қарастырылатын тақырыптар: әлеуметтік лингвистиканың әдістері мен тәсілдері, этнолингвистиканың әдістері мен тәсілдері және де паралингвистиканың әдістері мен тәсілдері. Әлеуметтік лингвистика тіл қоғам қатынастарын зерттейді. Қоғам бір-біріне және сыртқы әлемге белгілі бір қарым-қатынаста тұрып жатқан адамдардың әлеуметтік мәдени тобы. Тілдік ортақтастық тілдесу, қатынасу мақсатында бір немесе бірнеше тілді қолданатын адамдар жиынтығы. Әлеуметтік лингвистиканың мақсаттары бірнешеу. Ең алдымен тілдік жағдайды, оның сандық, сапалық мәліметтерін есепке ала отырып зерттеу, яғни тілдік білім беруде, басқаруда, күнделікті өмірде қолдануда, сол сияқты бір тілділік және көп тілді қоғамдағы рөлі. Екінші, ұлттық тілдердің өмір сүру формаларын зерттеу. Мысалы, диалект, ауызекі тіл, әдеби тіл. Үшінші, осы тілдерді әртүрлі қоғамдық топтардың өкілдері біліміне, мамандығына қарай қалай қолданатынын зерттеу. Төртінші, аталмыш тілдің қызметі мен рөлін мемлекеттің жүргізіп отырған тіл саясатына талдау жүргізу. Мемлекеттік және ресми тілдер мәселелерін анықтау. Аз ұлттар тілдері мәселесі, орта және жоғары оқу орындарында оқыту тілдері мәселелерін қарастыру. Бесінші, әлем тілдерінің бар генетикалық және морфологиялық классификациясына жаңа топ жасап енгізу. Тілдің әлеуметтік табиғатына алғаш көңіл аударған 19 ғасырда Лафарг, Мейе, Сомерфелд болды. 20 ғасырда бұл мәселені Кеңес социалистік республикалар одағында зерттеген Поливанов, Виноградов, Ларин және тағы басқа ғалымдар айта аламыз. Әлеуметтік лингвистикалық зерттеулердің негізгі әдісі тест әдісі болып табылады. Тест әдісі туралы біз алдыңғы дәрісте талқылап өттік. Тест әдісінен басқа көпшілікке танымал анкета, интервью сияқты әдістер кеңінен таралады. Белсенді әдістердің ұтымды жағы информанттармен тікелей байланысты, яғни қарым-қатынас болады, ал кемшілігі көп уақыт пен қаражатты қажет етеді. Әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары мыналар жатады. Тілдік жағдай. Белгілі бір тарихи кезеңдегі белгілі бір әкімшілік аймақтағы тілдер мен тіл иелерінің жиынтығы. Тілдік саясат. Аталмыш мемлекетте тілдік жағдай мен қажетті бағытты зерттеу үкімет қызметі. Қос тілділік. Жеке адам немесе адам топ қатынасында екі тілдің кезек қолданылуы. Көп тілділік. Жеке адам немесе адам топ қатынасында бірнеше тілдің кезек қолданылуы. Этнолингвистика. Этнолингвистика тіл мәдениет қатынастарын зерттейді. Этнос болмысының оның тілі арқылы зерттеп білу мақсатынан лингвистиканың бір саласы этнолингвистика туындаған. Бұл терминді алғаш рет Америка ғалымы Бенджамин Уорф қолданған. Уорф 20 ғасырдың 60 жылдарында этнография мен социология ғылымдарының шекарасындағы лингвистиканың жаңа саласын құруға шақырды. Қазақстанда этнолингвистиканың негізін салушысы академик Қайдар десек, ешқашанда қателеспейміз. Қазақ этнолингвистикасы атты ғылыми еңбегінде ғалым этнолингвистиканың мақсат міндеттерін белгілеп, зерттеу объектісін анықтап берді.
Бұл саланың мақсаты белгілі бір тілдің өзіне ғана тән мүмкіншіліктері мен байлығын зерттеу. Этнолингвистиканың зерттеу объектісі этнос тілі, мақсаты сол тіл арқылы этностың болмысын танып білу. Этнолингвистиканың мақсаттарына жеке тоқталатын болсақ, біріншіден, белгілі бір этностың мәдениет ерекшеліктерін, тілдік бірліктерінің берілуін анықтау. Этнос қоршаған ортаның заттар, құбылыстарға, тілдік категорияларға, әртүрлі тілдік құралдар ерекшеліктерін анықтау. Мәдени айырмашылықтардың әртүрлі жағдайларда мәдениет қарым-қатынасында әсерін зерттеу. Этнолингвистика саласының негізгі ұғымдары: бірінші, этнос, яғни халық, ұлт, шығу тегіне, тілі мен мәдениетінің ортақтығына негізделген адамдар тобы. Идиоэтникалық, яғни идиос деген сөзден шығады, ерекше, белгілі бір этностың, мәдениеттің, этникалық ерекшеліктерін құрайтын заттар, салт дәстүрлер. Реалия сөздер белгілі әлеуметтік қоғамдастықтың, мәдениеттің этникалық ерекшеліктерін құрайтын заттар, салт дәстүрлер, тарихи атаулар, қайраткерлер, мерекелер, тағы да басқаларды жатқызамыз. Фондық білім тіл иесінің белгілі бір этносқа қатысты білім жиынтығы. Этнолингвистиканың негізгі тәсілдеріне интервью, информанттар мен сұрақ жауап, анкета жатады. Тілдің функционалды қасиеттері лингвистиканың жоғары айтылған бөлімдерінен басқа, танымдық лингвистика, паралингвистика және ареалды лингвистика сияқты бөлімдерімен зерттеледі. Паралингвистика грек тілінен пара, маңында, жанында дегенді білдіреді. Яғни паралингвистика хабарланатын ойдың, пікірдің вербалды, яғни сөзбен білдіру тәсілдерімен бірге сөйлеу үрдісінде қолданатын вербалды емес амалдармен берілуін зерттейтін тіл білімнің саласы. Олар негізінен сөйлеу кезіндегі қимыл, дауыс ырғағы, дауыс қарқыны, дене қозғалысы сияқты мәселелерді зерттейді. Паралингвистикалық тәсілдердің жалпы 3 түрі бар. Бірінші, фонациялық тәсіл. Оған дыбыс әуені, оның күші, кідіріс, дауыс мәнері жатады. Кинетикалық тәсіл, бет, қол қимылы, дене қозғалысын жатқызамыз. Және де графикалық тәсіл, әріптер мен тыныс белгілер, қолтаңбасының түрлері, әріп таңбаларын, символдық белгілер, тағы да басқаларды жатқызамыз. Сөйлеушіде 38% дауыс болса, ол дауыстың құрамында тон, интонация, ритм, тембр көрініс табады. Және де 7% сөздер. Паралингвистиканың ғылым ретінде жан-жақты дамуы тіл білімінде тіл жүйесінен тыс құбылыстарды зерттеуге байланысты 20 ғасырдың 60 жылдарында іске асты.